Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен сандуғаш. Бүгін өзім қолданатын инструментпен таныстыратын боламын. Осы алқа жасаудағы осы инструменттерсіз алқа жасау мүмкін емес, және жасай алмаймыз да. Енді бірінші айтатын болсам, у меня этот 3 в 1 инструмент, кусачки. Бұл кусачки деген мен пеналарды кесіп аламын. Мысалы, пеналарды кескенге, және цеп, және трос кескенге қолдануға болады бұл кусачкилерді. Тросты өсіп кескенге пайдалануға болады. Мен көбінесе трос кескенге қайшы қолданамын, бірақ осында да қолдануға болады. Екінші, мына жерде мен кремп бекітетін инструментім. Кремпті бекітемін. Осы прямой жағын мен жақыннан көрсетейін. Вот мына жағынан емес, мен мына жерінен инструментпен бекітемін. Именно осы жермен кремпті бекітемін. Ал мына жерді бусины бірдеңені ұстағанда қажет, тек қана сол үшін ғана қолданамын мына жерді. Көбінесе мен бұны қолданбаймын, өйткені цеп, сондай көптеген нелерді бұл травмировать етеді. То есть сызып тастайды. Сол үшін бұны көп қолданбаймын. Тіпті қолданбаймын десем де болады, жай ғана ұстағанға ғана қолданамын. Мынандай колечки, нелердің бір жағын ұстағанға ғана қолданамын. Енді түсінікті деп ойлаймын. Осы кремптарымды мен осындай one touch осы инструментпен бекітемін, осы жермен. Анықтап көрсетіп алайын тағы бір рет. 3 в 1 инструмент. Міне осы жерін ғана қолданамын. Негізі магазинде, фронтюр сататын магазинде мынандай жоқ, тек плоский осындай ғана инструмент бар, соны алсаңыздар болады. Мен сияқты емес. Енді өздеріңіз білесіздер, өте түрлері көп, өте көп деп айтуға болады. Екінші менде инструмент, қазіргі таңдағы трендтегі десем болады, мындай ұстағышымен, изогнутым кончиком. Мен бұны көп қолданамын. Менде колечки ұстағанда, колечкиларды, және ашқан кездегі қолданамын. Колечки, цеп, қандай не бар, соны ашқанға қолданамын мен. Және ең соңғы менде круглокупс. Менде осымен сырға жасаймын. Бұнсыз сырғаны жасай алмаймын круглокупспен. Кругленький. Осындай домалақ болады. Анықтап көрсетейін, круглокупс деп аталады. Бұл жерде біз сырға жасайтын уақытта қолданамыз. Алқаға да пайдалана берсек те болады. Енді жасайтын затымызға байланысты бірінші осы инструментпен жанына қарай иіп, енді кусачкимен кесіп, міне. Енді осы круглокупспен осылай етіп боламыз. Міне. Осындай. Сырға жасау үшін, улуын жасау үшін көп жерде байлана береміз. Және мен ең соңғысы қайшын. Мұны қайшын көбінесе маған ыңғайлы, трос кескен ыңғайлы. Тросты кесе салғанға ыңғайлы. Көбісі кусачки деп пайдаланады осы трос кескенге. Кусачки пайдаланады. Маған осы негізі қайшы ыңғайлы өзіме. Тростың түрлері бар, мысалы ювелирный тростар. Осындай кескенде кесе береді қайшы. Және де кусачки да кесе береді. Жай ғана тросқа емес, пены, цеп, көп нәрсеге қолдануға болады, бәрінде кусачки кесе береді. Кусачкисте жұмыс бітпейді деуге болады, көбіне керек болады. Енді бәріңізге түсінікті деп ойлаймын. Менде қазірге осы қолданатын үшеу-ақ осы үш-ақ инструментпен мен жұмыс жасаймын. 3 в 1. Және осы түсінікті деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса комментарияға жаза кетіңіздер.